Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Кіріп келген 2023 жылмен сіздерді шын жүрекпен құттықтай отыра, бүгін сіздермен жемістерді өте әдемі түрде кесіп дастарханға ұсынатын боламыз. Ананасты көлденеңнен ортасынан кесіп аламыз, және де осылай дөңгелектеп ананастың ішкі бөлігін кесіп алатын боламыз, және де артық жерлерін алып тастап, ананастың ішіндегі бөлігін осылай барлығын төрт бұрышты етіп көлемде кесіп алып, қайтадан ананастың ішіне салып, кез келген ыдысқа ұсынсаңыздар болады. Дөңгелек немесе төрт бұрышты кез келген әдемі ыдыстарыңызға жайғастырамыз, және де бізге апельсин қажет болады. Апельсинді де ортасынан бөліп, және де осылай көлденеңнен жіңішке етіп кесіп шығатын боламыз. Дөңгелек тарелкаға ұсынатын болсаңыздар, шет-шетін дәл осылай жайғастырып шығамыз. Көлденеңнен тұрғызып қойсаңыздар да болады, немесе мен сияқты жатқызып қойсаңыздар да болады. Содан соң кивиді аршып, кивиді де осылай жіңішке етіп кесіп, кивиді де дәл солай орналастырып шығатын боламыз. Негізі үйде қандай жемістер бар, соны кез келгенімен әдемілеп, сәндеп ұсынуға болады. Мен үйдегі бар жемістермен жаңа жылдық дастарханға осылай жасаған болатынмын. Сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Енді осылай алманы теңдей төрт бөлікке бөлеміз. Артық жерлерін алып тастаймыз да, осылай дәл видеодағыдай кесіп шығатын боламыз. Үш қатар етіп кесіп, міне, қазір ашқанға ыңғайлы болу үшін барлығын осылай кесіп, ақырындап ашамыз. Сонда бізде осындай әдемі аққудың қанаттары сияқты әдемі болып шығатын болады. Және де мен ұсақ мандариндерді қолдандым. Оларды кішкене ортасын ашып, гүл тәрізді етіп қойсаңыздар да болады. Міне, үшеуін дәл солай қойдым. Және де анарды ашып, ананастың үстіне сәндік ретінде қойып шықтым. Міне осылай. Және де ең соңында кивиді осылай жұлдызша тәріздес етіп кесіп шығамыз. Ең оңай әрі әдемі түрі. Міне осылай үш бұрышты етіп кесіп шығамыз. Және де ортасынан бөлсеңіздер, бізде әдемі гүл болып ашылатын болады. Міне қараңыздар, осыны осылай қойып қойсаңыздар да болады. Міне біздің осымен жемістерімнің әдемі кесу түрлерін сіздерге көрсеттім. Өте әдемі болып шығады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.